айтпақшы, айту есіме шығып кетті. Олардың ең негізгі осы бүгін келу себебін өзім пайымдауым бойынша соңғы салған постым жаңа конституцияға қарсымын деген постым, суретін түсіріп жіберген постым болу керек деп ойлап отырмын. Ол білмеймін енді, соған келіп отырса енді білмеймін. Ол енді өзімнің заңда жазылған, конституцияда жазылған азаматтық пікір білдіру құқығым. Білмеймін, оны қалай терістейтінін. Енді ана тіркелмеген ұйымның челленджіне қатыстың дейін десе, атажұрт мүшелерін 18-ін соттауға тырысып жатыр. Оның ешқайсысы бұндай челлендж жасайтын мүмкіндікте емес. Кез келген мейлі қандай да бір ұйымның болсын, тіркелген болсын, тіркелмеген болсын, қандай да бір ұйымның мүшесі болсын, мүшесі болмасын, кез келген азаматтар әлеуметтік желіде пікірлерін білдіріп жатқаннан кейін мен де солай жасадым. Негізінде конституцияға азаматтық құқығымды пайдаланатын болсам, менің пікірім жаңа конституцияны қолдамаймын. Халық қолдамаған конституцияны мен де қолдамаймын. Референдумның 100% әділ өтетініне мен мүлде сенбеймін. Өйткені осы уақытқа шейін 30 жылдан бері асты ғой. Қалай өтіп жатқан 35 жылдан бері бізде сайлау, референдум қалай өтіп жатқанын барлығымыз білеміз. Халық енді баяғыдай КСРОдан жаңадан тәуелсіздікке шыққан жағдайдағыдай емес. Аллаға шүкір, халықтың көбісі қазір көзі ашық, білімді, түсінеді. Енді айта алмауы мүмкін, бірақ көбісінің көзі ашық. Сол көпшілікке қосылам. Конституция деген ол белгілі бір адамның атасынан мұраға қалған қойын дәптер, блокнот дейді ғой, ондай емес. Конституция деген ол бүкіл халықтың заңдық құқық негіздер кітабы. Ол ойнайтын кітап емес. Ол қаласа жаңағы дәптер құсатып, шимақтап, жақша қалып, сызып, үстінен қайтып басқасын жаза салатындай, ол шимақ дәптер емес. Шимақ дәптерге айландыруына қарсымын.